Қоғамда негатив көп. Біз үнемі шағымданамыз. Экономика нашар, адамдар мейірімсіз, өмір қиын. Солардың ішінде ұстаздар жайлы негативтер де көп. Ұстаздар балаларға дұрыс білім бермейді. Мұғалімдер тек жалақы үшін жұмыс істейді. Бұрынғы ұстаздар мықты еді деген сыни пікірлер. Бірақ осының бәрін өзгерту өз қолымызда. Мұғалімнің жұмысы тек 45 минуттық сабақ емес, олар сабақтан кейін де еңбек етеді. Ұстаздың сыртқы келбеті оның өзін өзі сыйлауының, кәсібіне деген құрметінің көрінісі. Ұстаз мектеп қабырғасында емес, әр ортада тәрбиенің үлгісі. Оның әрбір әрекеті қоғамға әсер етеді. Бір ғана дұрыс әрекет қоғамның мәдениетін қалыптастырады. Мысалы, мына алманы алайық. Алманың сапасы мен дәмі оны өсірген ағаш пен бағбанның күтіміне байланысты болса, шәкірттің білімі мен тәрбиесі де ұстаздың біліктілігі мен қамқорлығына тәуелді. Осылайша алма мен ұстазды байланыстыра отырып, олардың екеуі де өсіп келе жатқан ұрпақтың сапасына, болашағына үлкен әсер ететінін түсінуге болады. Әкесім, мені ұстаз деген кім? Балам, мерейлі ұстаз деген 10 ай бойы білім нәрімен сусындататын тұлға. Ұстаз білімнің шамшырағы. Олай болса еңбегін бағалау керек.